шетелде оқыған адам. Мынандай сауатсыздықты көрсетпеңіздер. 6 бала болса ауызды ашып кетеді дейді. Барлықтарыңыз біріңіздер. 230 адам қалғандарыңыз қайдасыздар? Айтыңыздаршы. Қалғандарыңыз қайдасыздар? Бұл не деген нәрсе? Бұл не деген нәрсе? Енді мынандай жағдай. Конституцияның 1-ші бабында жазылған. Қазақстан мемлекетінің байлығы ол адам, оның бақыты, оның өмірі, оның бостандығы деген. Бір. 3-ші бапта жазылған. Халық биліктің көзі деген. 33-ші бапта жазылған. Кез келген адам мемлекет басқару ісіне қатысуға құқылы деген. Кез келгеніңіз айтуға барыңыздар. Аналардан жаңағыдай сұрау, ой, айдан Тоқаев мырза осылай ондайды қойыңыздар. Бұған бірден-бір кінәлі президент. Жаңағы ескерту суалатындығы бұйрықты берген сол кісі. Енді мынандай жағдай. 7 жағында жазылған. Қазақтың ата бабасының салт дәстүрі бар. Құн төлеу деген. Құн төлеу деген. Ол компенсация анау сөзді қойыңыздар. Біз қазақ едік, құн төлеу керек. Әрбір азамат, жас балалар, бәленбай бала келетін балалар кетті, үйленбей. Қаншама адамдар кесір қалды. Қаншама қазақ көздерін жырлап отырсыздар, заңдап отырсыздар. Сіздерге балаларыңызға мың рахмет. Осылай бейбітшілікке шыққан. Соның тәрбиелеген сіздерге рахмет. Мемлекет сіздердің алдарыңызда қарыздар болу керек. Одан кейін жаңағы айтқандарыңыздың барлығы ол шындық. Мынандай жағдай. Енді қараңыздар. Одан кейін мына әрбір азаматта өлтірілгені бар, атылғаны бар. Кім атты, кім жауапты, соның барлығы жазалану керек. Осыны талап етіп қоймай қойыңыздар. Анығы Көкей ханым айтқан ата бабаларымыз. Алыспаған, жұлыспаған, жан алып жем бермеген ұлт еш уақытта бостандық атына бермейді. Мүлдейді деген. Сондықтан жаңа бір бауырым айтты, ауызбіршілік деп. Біріңіздер тастай болыңыздар, сонан кейін күн төледі, енді өлер кісі өліп кетті. Жазаланады, міне бала, обалы міне. Мен аны Қосай деген азаматты шығару көмектесіңіздер. Мен ешқайсыңызды танымаймын. Мен ана Әйгерімнен басқа. Мен үйде отыра алмадым. Осы естігеннен кейін келдім міне. Бұлай істеуге болмайды қазақтар. Өздеріңізді өзіңіз қылмаңыздар. Талап етіңіздер. Жыламаған балаға емшек бермейді дейді қазақ айтады. Талап етіңіз, сіздерді Әйгерім деген қарындасымды өте дұрыс. Бәрін сол Әйгерімдей шығынларыңыздар. Ол сонда бір мәселе болады. Сондықтан мынау ешбір сотқа сенбеңіздер. Ешбір прокурорға сенбеңіздер. Мен тарихымда мені заңсыз жұмыстан 5 рет шығарған. Мен 5 рет шығарған жұмыстан. Мен 300 иск жазған адаммын. 98 судьяның списігі бар, иллюстрация деген заң бар. 115 тергеушінің списігі бар. Бәленбай прокурордың списігі бар. Иллюстрация. Ертең заман өзгерген кезде бәрі жауап береді. Біздің осындай күйге түсуіміздің себебі не? Анау желтоқсанда, анау Жаңаөзенде, анау 16 жылы халық жұта береді. Алтынбек Сәрсенбаевты өлтірді, Нұрғалиевті өлтірді. Бәрін жұтасыңдар. Айналайын магазинге кетіп бара жатқан адамды атқан ғой. Білмесесің митингі. Баласын аптекаға дәрі іздеп барған адам атылған. Енді ол ана қабірден суырып алып, барлығына арақ істейді. Бұл деген сөз жоқ айтуға. Қазақ халқы мынау болмайды. Бұлай істеп көп малсыңдар ма? Мал емессіңдер ғой. Абрам Линкольн деген Америка президенті айтқан. Халықтың жартысын өмір бойы ақымақ қылуға болады деген. Мұқым өмір бойы ақымақ қыла алмайсың деген. Сондықтан ақымақ болмаңыздар. Сотқа да сенбеңіздер, прокурорға да сенбеңіздер. Барына кінәлі мына жұрттай. Ана Қосайды менің көзімде тыңдап отыр. Мына жұрт қасында тұрды. Ыбырай Молдаев деген бар заңы. Қоғамға бір әкесінің баласының құлындай кімді түрмеге 2 айға отырды сонда Ыбырай Молдаев. Мен көрдім болды. Мен істеймін. Сондықтан соны шығаруға бәріңіз барыңыздар. Айналайын тұсқан сезім деген болады. Сендер немене? Ертең өздерің сондай болса артынан ешкім істемесе жақсы көресіңдер ме? Сендерді қайда қазақтың туысқандық сезімі? Не деген адамсыздар? Бәрі 230 адам бәрін жинаңыздар. Мен ешқандай қатысым жоқ, мен кеттім. Қорса сол қорсыңыз. Ондай туыстың қажетіне айтыңыздаршы. Ана қазақ айтқан, сорғай жаңбыр жауса, балапанын қорғайды дейді. Бұршақ жауса, басын қорғайды дейді. Туысқан деген жоқ. Сондықтан мен заңды айттым.
Қазақстан Конституциясының бірінші бабында жазылған. Мемлекеттің байлығы, ең қымбат қазынасы адам, оның өмірі, бостандығы өмірі деген. Сіздің барлық қазынаңыздың барлығы құртты ма? 2-3 бапта жазылған. Халық биліктің көзі деген. 33 бапта жазылған. Әр азамат мемлекет басқарусына қатысу құқылы деген. Арыз құқылы деген. Бірігіп жиналып бар. Енді қараңыздар. Конституцияда бекітшемі дейді. 32 бап бар айналайындар. Заң қалай жазылған, солай орындалады. Мысалы 32 бапта бекітшемі шығуға құқылы деп жазылған. Ал екінші сөйлемде ол егер ана халыққа қауіп төнсе, оны шектеу мүмкін дейді. Бұлар алғанда өздерінің біздің қазақтың ойында біліп алған. Митинге шығуға құқың жоқ деп шығарады. Құқық берілген Конституцияда, берілген. Әлемдік тәжірибеде бар, ол құқық берілген. Әйтпесе ол Конституцияға жазылмаса. Сондықтан білесіз. Заң бойынша қалай жасауға болады? Смотрите, видео доказательства біздің ана СИЗОда отырған марқұмдарымыз видео доказательстволары бар. Типа террорист деп айтқан неше түрлі, иә? Ана инопланетный видеосы, ана 20 мың террористтер инопланетный ұшып кетті ғой. Ал мына жақтарда видео доказательства жоқ. Олар қалай видеоларды былай бөлінген емес, соны қалай надо соны айту керек. Қалай видео доказательства біздің баламызда бар, митингта болған, гостиница болған, соны несі керек? Айтып отырсыз, сотқа, прокурорға, бұлардың барлығы қазір Тоқаев таманесі қорғап болды. Қазір анау бір адамдар шығып жатыр. Елубаев деген жазушы сынақ бар. Біресе бұлай сөйлейді, біресе бұлай сөйлейді. Видео айтады, ана Тоқаевқа қауіпсіздік кеңесі келісіп сол шешімді айтты дейді. 5 айдан кейін. Енді 6 айдан кейін шығарып отыр. Не дейді? Міне осындай жаңағы халықты қазір ұмыттырып уақыт созып аяқсыз қалайды. Сондай істеп отыр. Бұлар үйренген. Желтоқсанда да үйренді, Жаңаөзенде де сөйтіп үйренді. Ана Нұрқадеттің кімдігі өзгертті. Все. Барлық жол бірігуді талап ету. Жаңа халықаралық зерттеуді халықаралық расследование талап етті. Все. Ол ешкімге сенбеңіздер. Прокурор да сотта. Мына прокурор, мынау тайберлер бәрі кінәлі. Өз түрмеге солар oldu. Понимаете? Вот істеген. Ал, пожалуйста. Енді жасыңдар. Бүгінгі күні итті атса, заңмен қудаланады екен. Сонда бізде ит құрды болмады па, сонда адамдар мына қараңыздар. Мына жерде террорист дейді. Мына жерде қаншама жігіттер отыр. Қайтыс болып кеткен, төпел болып отыр. Мына жерде қараңыздар, жап-жас әп-әдемі қыздар. Қараңыздар, мына бәрі қыз, 2 қыз тұр. Солар қалай террорист болады, мен түспеймін. Бізде президенттің алдында бардық, бардық. Сол қарап тұрдық. Біз арғы собор жатты, ана парктың ар жағында тұрдық. Бізде снайперлер келіп атқан. Аргүш. Құлағын сұржүрді. Содан кейін